келдіңіздер. Бүгін бізде 7 қыркүйек понедельник. Мен түрме шошқа етпеңіздер, өйткені мен қазір ғана ояндым. Бізде жаңа 11-де жиналыс универде кураторский час. Яғни куратор менен, заведующиялар менен жиналыс болды. Сұрақтарға жауап берді, сондай бір нәрсе. Бізде негізінде осы аптаның ішінде сондай естідік та, что қайтуымыз мүмкін Алматыға оқығанға деп. Бірақ та бағана айтты, что қайтпайсыңдар әлі. Бірінші семестр толықтай сендерде онлайн болады деді, ал бірінші семестр бізде қаңтардың аяғында аяқталады. Сондықтан да шуда ұзақ боламын әлі. Ал енді мен кеттім душқа. Все, достар, мен уже душқа барып үлгердім. Мен уже 2 лекцияны өткізіп үлгердім. Өйткені мен душтан шықтым да, уже сағат 1:30 болып кетті. Менде 1:40-та сабақ басталды. Соны бірден лекцияға тетрадьтың әрең таптым. Мына жақтың бәрін аралап, майдан бері алмағанмын ғой. Кодекстің де әрең таптым. Сонымен бізде мынау негізінде дұрыс емес кодекс, бірақ осы сабақтың тереңірек үңілген версиясы болады. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалды құқықтық сабағы болады. Яғни маған жаңа кодекс алу керек Алматыға барғанда. Жақындарда Алматыға барып қалатын шығармыз. Өйткені жылы киімдер алып келеміз, кітаптар сатып аламыз деген сияқты кодекстар. Өйткені маған міндетті түрде кодекстар керек. Оған дейін шашым бәрі полностью почти кепті. Қазір енді менде келесі сабақ қазір сағат 3:15 болды. Менде келесі сабақ 3:40-та соған дейін мен тамақ жауым керек, өйткені әлі ешнеке жеген жоқпын. Және де мен түсінбейтін, менде қазір 11-ші iPhone, ол жарық кезде прям өте күшті түсіреді да, бірандай қараңғы помещениеға кірсеңіздер, качество ужасно құртылады екен. Қараңыздар, қандай качество, жарық жаққа келсе более-менее нормально болады. Түсінбеймін соны, қалай жөндейтінімді де білмеймін. Кешке қарай супчик істегенбіз, соны жылытып жейін жатырмын кабетке. Бұл итальянский супчик, алдында покупкида көрсеткенмін, набор соның ішінен жасалады. Осы тек қана біз ет қосамыз да, и жасаймыз. Ет қосып, қалғанын қайнап қалғанда жаңағын саламыз. Астарыңыз әмді болсын. Так, мен мынандай хлебті тоже алған болатын. Алдыңғы видеода көрсеңіздер, мен мынандай хлебті ішінде нанның орнына жеймін, айтқандай, мінекей. Өте қатты қытырлақ, нанға ұқсайды, иісі, дәмі кішкене ұқсайды. Осындай. Негізінде үстіне перекус ретінде жесеңіздер, үстіне сыр қойып жесеңіздер де болады. Достар, уже сағат 5:30 болды, мен сабағымды оқып біттім. Бағана прям супты тез ішінде жүгіріп келіп кірдім сабаққа. Тоже 100 минут болады, яғни 1 сағат. Сағат 3:40-тан 5:30-ға дейін. Мен қазір біттім мына жарымды. Ноутбукты даже керек болды, сондықтан мен қазір мына жақтың жинатырмын. И кешкі бағанағы кухняны жинаймын да, қазір кешкі ас дайындауға барам, ужин дайындауға. Бүгін бізде ужинға балық болады, қызыл балық, семга. Соны қазір духовкада пісіреміз. Мама екеуміз, мама қазір жұмыстан келеді. Оған дейін мен кухняны жинастырып қоюым керек. Адын шуға қазір кеттім. Тамақ істеуге кіріскеттік. Сағат 7-дік сәбізбенен. Мына жақта пюре болып жатыр. Мына жақта уже балықтарымыз кетті. Мына жақта бір салат, свежий салат.
достар, бізде мынандай кішкентай терка бар. 100 теңгеге алғанбыз. Қалай ойлайсыздар, бұмен не істейміз? Біз бұмен чеснокты өткіземіз. Вот. И біздің балықтар дайын болды. Маманың тренерсі. Это менікі. И вот пюре. И на жақта вот сол, мына балка. Негізі бұны ертең азарда бежегеннен кейін жемесең. Және ішкі мемлекеттің зерттеген 19 жылда еңбегі басылып шыққан, біз бұл жерде сол триппелдің еңбегін талқылаймыз. Сәлем достар, қайырлы күн. Бізде уже келесі екінші күн, 8-ші қыркүйек, вторник, и менде уже сабағым бәрі бітті. Мінекей көріп тұрсыздар, қазір менде бір сабағым қалды. Оны үй тапсырмасында, соны қазір жасап, түнге дейін жүру керек та, қазір сол жасауға отырамын. Сағат кешкі 6:30, менің лекциям, семинарым 4:30-да бітті. Вот қазір кішкене жатып, Instagram қарап шыққан болады. Бүгін мен кеш тұрдым, өте кеш тұрдым. Кеше сағат түнгі 1-де ұйықтадым, бүгін 1-де тұрдым. Тамағымды ішіп, лекцияға кірдім. Сағат 3:40-да бүгін бағам беруші мен шарша, бұлай, әрен жүрдім, әрен отып тамағымды іштім. Даже стористада айттым. Кстати, Instagramда мен барлығымен сояқта бөлісемін. Тезірек чем YouTube'дан көріп, сондықтан да Instagram'a жазылуды ұмытпаңыздар. Комментарийдің ссылкасы болады. Аздап сама реклама. Сонымен енді қазір кішкене көріп тұрсыздар, кішкене бүйтіп настроением оянып бодрый болып жатырмын. Сондықтан да влогты да уже басайын деп шештім. Айтпақшы ұмытып бара жатырмын. Менде жақында осының алдындағы аптада посылка келген болатын. Целый 2 посылка, 2 жерден. Сондықтан да қазір сіздерге соларды көрсетейін, қызық болатын шығар. Еще айтпақшы, мен негізінде ол посылкаларды алдыңғы шығатын влогта көрсетіп қойғанмын. Бір влог түсіріп, сол жақта ашып сіздермен бірге. Бірақ та кеше мен түнде барлық қонақтар жаңағы қателеніп кеткен соң монтажын жасап аттым. 45 минуттық влог болайын деді. Монтажын жасап жаттым да, и бір уақытта аяғына келгенде маған тым ұнамай қалды. Вообще анау видео маған вообще ұнамай қалды да, резко сондай кейде болады, и потом аны удалить жасадым. Сонымен ол видео жоқ, сондықтан да қазір распаковка емес не екенін көрсетемін. Ал маған келген посылкаларға келетін болса, ол әрине как обычно біріншілері кітап. Тағы да кітаптар заказ бердім. Біріншісі «Думай как миллионер». Маған қазір аздап бизнес тақырыбы қызық болып келе жатыр. Сондықтан да оқып көрейін деп шештім. Осындай. Мінекей оқығандар болса, жазып отырыңыздар астына. И манге отыра барлығы маған сізді кеңес береді, бірақ мен көп уақыт бойы білмеймін екен, осы кітапты оқымаймын деп жүріп, ладно, оқиын деп шештім. Сондықтан да вот. Так, келесі Халед Хасейннің кітаптары үшеуде. Мына кітапты да 3 трилогияны маған өте көп адамның оқыршы, пожалуйста, өте көп деп. Достарым да, сіздер де маған кеңес бердіңіздер. Сондықтан да алдым. Мінекей «Бегущий за ветром», мынау и вот бәрін жазушылары бір, жанрлары бір. Сондықтан да потом міндетті түрде өзім нететін болам, отзыв жазатын болам. Сіздер де астына раскетіңіздер, қалай оқығандарыңыз болса. Келесі посылка ондай қызық посылка. Мен інілеріме осындай эксперимент жасап, қызық қылып көрсетейін деп сіздерге де видео обзор түсіремін деп ойлағанмын осындай эксперименттерін. Потом алдыңғы жаңа удалить еткен видеоның арасында слаймға обзор бар. Яғни біз слайм жасағанымыз 3 түрлі. Бірақ жаңа айтқандай, ол видеоны мен өшіріп тастадым. Ұнамай маған өйткені мен слайм жасадым. Бірақ сосын мен түсіндім, что ондай рубрика сіздерге ұнамайтын шығар. Мінекей оның үшін заттардың барлығы болды. Мынандай упаковкада 3 түрлі слайм шықты. Өте күшті дейсіздер. 3-ші түрі. Слаймдар өте жақсы, прям жақсы болып шықты. Бірақ маған түсіру барысының аяғында уже түсінікті болды. Наверное, менің көрермендеріме бұндай тақырыпта ұнамайтын шығар деп. Қалған екеуін ашқан жоқпыз. Тек қана біреуін жасап видеоға сіздерге көрсетейін деген сұрап ойларыңызды. Осыдан келесі «Зубная паста для слона», яғни мынандай эксперимент жасалынады. Келесі «Цветное пламя», яғни әртүрлі түсті оттар жасауға болатын еді. Мынандай көрдіңіздер ма? Фиолетовый, красный, зеленый, желтый. Вот. Желтый оттың цвет емес пе? Короче, осындай вот жасауға болатын еді, бірақ та мен удалить етіп салдым. Бірақ сонда да сіздер астына жазып кетіңіздер, сіздерге осындай тақырып қалай өзі болады ма, ұнайды ма.
Кстати, достар, жада мен сіздерге амандасқанда осының алдында ұмытып кетіппін ғой, лекция болып жатқанда сіздерге түсіргенімді. Потом есіме түсті, мен не үшін барлығын түсіндіріп жатырмын, мен жаңа лекциядан үзінді түсіріп едім ғой деп кішкене ұмытып кетіппін. Зарядкамды алып келдім комнатадан, зарядкасы өшіп жатыр. Қазір жаңағы лекциямның, яғни международный право, халықаралық құқықтың тапсырмасын жасап тастауым керек тезірек. Мамам келді, а? Кімде графика ма? Менің күшіктерімді көрсетейін, кстати. Қараңыздар, менің екі жаным. Не үшін? Бізде жеп қойған шығар. И жандарым менің кішкентай. Мынау қара граф, бала ол, мынау Барби. Фу. Шығыңдар. Мама маған жұмыстан не әкеп берді. Магнат, менің любимый мороженым, но маман өзіне. Мама екеуміз магнат жақсы көреміз. Напиток и донор. Донор тоже мой любимый. Рахмет, мам. Кстати, достар, мен алдындағы аптада покупкаға барған болады магазинге. Оны алдыңғы сіздер көретін едіңіздер, бірақ мен официанттан көре алмадыңыздар, сондықтан да мен оны үзіндісін қазір көрсеңіздер болады. Достар, енді покупкалар көрсететін уақыт келді. Мына жерден бастайық. Көп болмағалы көп болды. Не айтып кеттім. Короче, біз крылышки алдық. Мама бізге киіз істеп берем деді. Енді көреміз. Істеген күні сіздерге көрсетемін қалай болғанын. Мынау крутка. Ертең мен донор істегім келіп тұр. Ертең емес, суббота күні. Соған алдық. Потом бізге сырок үшеумізге, мамаға, баукаға маған. Потом бағана магазин айтқандай маған андай балық жеген алып қалды. Сондықтан да мына жерден андай осындай размерде, яғни стейк, 4 стейк алдық, 4 штук. Оны да бір демалыс күні істейміз. Если что, асаныз кетіңіздер, қалай жасағанымды рецептпен сіздермен бөлісетін боламын. Одан кейін тоже на донор істегенге кетчуп, мынандай сосиски, охотничьего слабый дәмді. Если что, алып көріңіздер деп, тоже үлкен сметана. Майонез үлкен, потом сүт, лапша. Мен бізден басқа лапша қолданатымын. Пасталар үшін бірақ осы ғана тұрды. Сосын алдым. Размері ұнады маған. Потом мынандай хлебцилар өте дәмді. Мен кейде нанның орнына осын жеймін. Суптарменен бородинский. Если что, сіздер де көріңіздер дәмін. Кеңес берем. Потом боржоми. Мен қазір боржомидің просто махаббаты болдым. Махаббаты мынау менің жаңа. Өйткені мен бұрын вообще боржоми ішпейтін. Осы Алматыға соңғы барғанда бір рет көрдім. И потом маған өте қатты ұнады. Мен қазір всегда осыны ішемін. Потом мындай 3 в 1 кофе, капучино деген мына жерінде. Осыны да алып көрсеңіздер болады. Прям реально капучино сияқты болады. Үлкен пенкасы пайда болады кофеде. Ішімен көріңіздер, өте күшті. Одан кейін зеленый чай мама алыпты. Потом мынау биос, фьюстим, фанта үлкен. Потом мынандай томатная паста. Бір нәрсеге керек деді мама өзіне. Потом мен чай вообще ішпеймін негізі, но осындай чай ішіп көрейін деп шештім. Ягодный, малина мен ғана таптым. Если что, Алматыға барғанда басқаларын тапсам алып келіп алам. Өйткені именно ягодный или там бір нәрселерменен чай ішкім келіп жүр соңғы кездері. Потом мына жақта анандай слугуни, если что, жаңа донорге ма керек болып қала ма деп алдым. Одан кейін андай вафли. Сіздер мен бұрынғы Алматының влогтарын көрсеңіздер, біз Алматыға бабы екеуміз осындай часто жейтінбіз, өйткені өте дәмді осы яшкина. Одан кейін андай нәрсе алып көрейік дедік. Үлкен макарондар фаршировать ету керек. Мен андай қалдырып мінекей. Өте күшті шығатын сияқты. Істесе әдемілеп, сондықтан да бір күні рецептімді іздеп көремін или өзім придумать етіп көремін. Потом сіздермен мен бір влогымда сіздермен істеген болатынмын даже. И екеуін алдық сразу. Өйткені ертең біреуін уже істейміз. Суббота күні ма, ертең ба. Вот. И мына негізінде русский орыстарда харчо деген суп бар. Соған өте қатты ұқсайды дейді мамалар. Мен ішкен жоқпын, білмеймін. Потом фрей тоже донорге жасағанға, қосқанға, нан, помидорчики. Ертең біз базарға барамыз, сосын көп боламыз. И багет. Наборда өте күшті. Қалаларыңызды көрсеңіз, алып көрсеңіздер болады. Мынау біз уже көп рет жасадым. Песта деген соуста түрлері де өте көп олардың. Қалай жасалу жолы да бар. И ішінде өзі мынандай соусы бар. И макарончиктары да бар. Өте күшті дестермен біз уже көп рет жедік осыны. И потом лаваштар донорге. Мынау лаваш круглый. Екен ішінде 15 штук. И потом мынандай лаваш алдық. Бұл 4 бұрышты. И бұның ішінде 3 штук. Осындай.
Мен мына жақта кітап оқып жатырмын. Мына кітапты бастаған болатынмын. Оқығандарыңыз болса, кішкене түсініксіздеу екен, ауырлау кітап екен. Вот и мороженое жеп жатырмын. Мына жерде 18+ деп тұрғаны бұның ішінде психологически ауыр кітап болғандықтан жасы кішілерге тым ауыр болып кетеді. Сондықтан да үлкеніректер оқу керек деп ойлаймын. Вот мен әлі мынандай ғана оқыдым. Аз-ақ бет мінекей. Көреміз енді қалай болатынын. Блин, достар, мынау кітап сондай күшті екен. Мен енді қызығына кіріп жатырмын. 50 бет оқыдым, бірақ қатты оқығым келіп тұр, мама шақырып жатыр ұйықта деп. Прям күшті кітап, мен ойлағаннан да. Блин. Ішінде, короче, көп нәрсе айтпай қояйын, спойлер, но бір адам болады да, который ол адамның ішінде бірнеше адам болады, личность. Яғни бір адамның ішінде бірнеше личность болады да, яғни ол сондай аурумен ауырады, который әртүрлі адам, мысалы біресе істейді да, бірақ оны басқа личность дейді да, ол басқа личность білмейді ол туралы. Короче, түсінікті емес па? Вот, и мен мына кітапта жазылған, что бұл история өмірде бар, яғни Билли Миллиган деген Америкада болған, бірақ шындық па өтірік па білмеймін, бір күні интернеттен іздеп көремін. Мен андай светпен оқимын, чтобы көзімді ауыртпас. Вот, мен қазір енді жуынайын барып, потом кішкене міндетті түрде.